бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Соның ішінде ұлттық құндылықтар бойынша балаларды салт дәстүрге, әдет-ғұрыпқа және де қазағымыздың ұлттық ойындарымен, ұлттық аспаптарымен таныстыра отырып, ұлттық құндылықтарын дамыту. Мектепалды даярлау тобында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы біздер балаларды рухани құндылықтарымызды, ұлттық құндылықтарымызды балалардың бойына сіңіріп, балалардың ұлттық құндылықтар, яғни балалардың ұлттық бұйымдар, ұлттық тағамдар, ұлттық ойындар туралы балалардың түсініктерін жетілдіріп, оларға қызығушылығын тәрбиелейді. Мен Ақмурзина Жұлдыз Нұрғалиқызы осы мектепалды даярлау тобында тәрбиеші болып жұмыс жасаймын. Біздің топта рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізілуде. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша балалардың ұлттық құндылықтарын дамыта отырып, ұлттық ойындар, бұйымдар, киімдерге балалардың қызығушылығын тәрбиелеудеміз.